Құрметті түлектер, сіздерді университет бағдарламасын сәтті аяқтап, жоғары білімді мамандар болуыңызбен құттықтаймын. Бүгін сіздер Павлодар педагогикалық университетінің түлегі ретінде үлкен өмірге жолдама алып тұрсыздар. Биылғы түлектердің еңбек жолдарының басталуы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойымен тұспа-тұс келіп тұр. Еркін елде өмір сүріп, адал тәрбие мен жоғары білім алған жаңа буын ұрпақтың өкілдері ретінде сіздерге үлкен сенім арттырамыз. Қымбатты түлектер, сіздер ең мәртебелі және ең жауапты мамандықтың иесі болдыңыздар. Еліміздің болашағы Қазақстан Республикасының дамыған озық елдерінің қатарына қосылуы сіздердің кәсіби қызметтеріңізбен тікелей байланысты. Жаһандау заманында бәсекеге қабілетті адами капиталды қалыптастыру мектептен басталады. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың және мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасымен қабылданған педагог мәртебесі туралы заң білім беру саласындағы маңызды саяси шешімдердің бірі болды. Қазір мұғалімге қойылатын талап та жоғары. Бүгінгі мұғалімге өз пәнін ғана білу жеткіліксіз. Ол жаңаша ойлайтын, білімін үздіксіз жетілдіріп отыратын, бірнеше тілде еркін сөйлейтін, цифрлық сауаттылығы жоғары, үнемі ғылыми ізденісте болу керек. Құрметті Павлодар педагогикалық университетінің бітіруші түлектері. Сіздерді университеттің 60 жылдық мерейтойының қарсаңында құрылатын түлектер қауымдастығының белсенді мүшесі болуға шақырамыз. Өз еліңіздің, өз кәсібіңіздің, өз университетіңіздің патриоты болыңыздар. Сіздердің жеңістеріңіз бен кәсіби табыстарыңыз Павлодар педагогикалық университетінің мәртебесін көтеруге үлес қосатын болады. Сәт сапар, түлектер, жолдарыңыз болсын.